Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын тауықтың етімен көкөністерді араластырып керемет бір тамақ жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар, қолжетімді заттар: тауық және пияз, бұрыштар, қызанақ, баклажан, осыларды қосып жасайтын боламыз. Ең алдымен майымызды қыздырамыз да, қызып тұрған майымызда тауықты, яғни қуыратын боламыз, қаттырақ қойып. Осы қуырып жатқан кезде соя соусын құйып жібереміз. Бұл тамақтың дәмін керемет қылып келтіреді және мына тауықтарға әдемі түс береді. Одан кейін барып пиязымызды саламыз. Пиязды да 1-2 минуттай жақсылап қуыратын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, осы кезде тұз қосатын боламыз. Тұзды қалауыңызша қоссаңыздар болады, өзіңізге байланысты. Егер тұзды қылатын болсаңыздар, кішкене көбірек қосыңыздар. Одан кейін сарымсақпен қызанағымызды жақсылап тұрып қосып қуырамыз. Бетін жауып бұқтырамыз 5-10 минутқа. Одан кейін тауығымыз пісіп қалған уақытта баклажанымызды және бұрыштарымызды саламыз да 5-10 минутқа тағы бетін жауып бұқтырамыз. Осыдан кейін біздің тамағымыз дайын болып шығады. Гарнирға кез келген зат бола береді. Мен күрішті қолдандым. Өздеріңіздің қалауларыңызша тағы да басқа да гарнир қолдансаңыздар болады. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.